Менің есімім Қанат Ақынбаев. Мен Қазақстанның көздері көру мүшесі зақымдалған футболдың ұлттық құрамасының капитанымын. Жазғы паралимпиада бағдарламасына кіретін спорт түрі елімізде қазір қарқынды дамып келе жатыр. Ойын барысында 4 көзі көрмейтін ойыншы және де 1 көзі көретін қақпашыдан тұратын 2 команда ойында өзара сынға түседі. Борттың сыртында біздің бапкеріміз тұрады. Алаңның шамасы мен ортасында біздің қай жаққа қарай жүруіміздің керек екенін, бағытымызды беріп отыратын сол бапкеріміздің жұмысы. Кана, я на центре с кипером. Можно? Қарсыластың қақпасының артында біздің гидіміз тұрады. Гидіміздің де жұмысы сондай, ол қақпа артында тұрып біздерге шабуыл зонасындағы қарсыластың қорғаушысы қай жерде тұрғанын, болмаса қақпашысы қалай тұрғанын, қай жаққа жүріп, қай жаққа ұратынымызды түсіндіретін сол гидіміздің. Жалпы салынған голдың барлықтары гидіміздің арқасында деп айтуға келеді. Және де тағы да бір адам бізге ойын барысында көмектесетін сөзбен, ол біздің қақпашымыз. Біздің ойында мынандай маска киіледі. Осындай маска бұл өте маңызды. Енді ең үлкен ерекшелігі бұл футболда қалай ойнайды, қалай көзі көрмейтін адам естиді дейтін сұрақ болуы мүмкін. Ол біздің ерекше добымыз. Осы дыбыспен біздер доптың қай жерде тұрғанын, қай жерде домалап бара жатқанын түсінеміз, естиміз, осылай алып жүріп ойнаймыз. Прошел и на меня заворачивает. С удара можно, бить можно. Хорошая. Браво, Кана. Біздің Европа чемпионатына қатысып 3-ші орын алғанымыз біздерге Европа чемпионатының 1-ші дивизионына қатысу мүмкіндігін берді, яғни квалификациядан өттік. 1-ші орын егері болсақ, біздердің ең үлкен арманымыз сол, өйткені одан кейін паралимпиада ойындарына жолдама аламыз. Сенім, мінез, табандылық, арман. Бұл жай ғана футбол емес, бұл өмір үшін күрес.